Біз бүгін мынау қойдың етінен бір тағам жасаймыз. Мынау қойдың еті, омыртқасы, мынау үйтілген қойдың омыртқасы, сосын мынау сүбесі. Құйқасымен алған қойдың омыртқасы. Мынау құйқасы, осының бәрін алып, тұздап, маринаттаймыз. Мінекей майы дегеннің астының майы. Мынау құйқасы, бәрі жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Мынау омыртқа, қойдың омыртқасы. Міне құйқасы мынау. Мынау құйқасы, мынау астының майы. Әуелі тұздаймыз бізді. Деп тұр. Тұзын салып. Енді сүбесіне саламыз. Екінші жағына саламыз. Енді қара бұршын саламыз. Міне тұзын салдық, бұршын салдық. Енді бір суткаға маринатқа қоямыз бұны. Бір суткадай тұрады. Майы түгіл. Мынау қойдың еті, міне құйқасы менен бір сөткедей маринатта тұрды. Тұздадық, бұрыштадық, бір сөтке тұрды. Мінекей тұзы сіңіп, бұрышы бәрі сіңіп, иісі деген керемет мынау. Мынау құйқасы, міне құйқасы да түгел неғылған, аппақ болған. Бұрыштар мынау, бұрыш. Майы, мына бұрыш, тұз сіңген әдемі болған, күшті мінекей. Маринатта бір сөткедей тұрды. Енді қазір осыны пісіреміз. Осы қойдың сүбесі, мінекей. Міне бұрышы мен несіменен бәрі маринаттап, керемет, иісі дегенің масқара мінекей. Керемет майы мен несіменен маринаттаған. Бір сөтке тұрып маринатта жатты. Енді қазір бұны буға пісіреміз. Буға мінекей. Сүбесі, белдемесі, үйтілген қой мінекей. Үйтілген қойдың несі. Бірінші бісміллә деп суын құйып аламыз. Жетеді ау деймін су. Міне мұздай суын құйдық. Енді бұған тұз саламыз. Енді лавр жапырағын саламыз. Сосын мынандай қара бұрыш саламыз. Қара бұрыш. 10-15 лавр, қара бұрышын саламыз неке. Домалақ қара бұрыш әдемі. Міне алма саламыз. Ранетка, міне бұл өзіміздің алмамыз. Алма, ранетка, со бәрі. Өзіміздің алмамыз. Кішкене иісін берсін, әдемі не қылсын деп ішіне салып атырмыз. Мантаварканың астын салам. Осылай мантаварка мінекей. Осының үстіне қазір етіміз саламыз. Мінекей етіміз деген керемет. Мінекей құйқасы менен, несі менен әдемі. Қазір буыда піседі, бұлқылдап тұрып күшті болады мінекей. Мына құйқасы дегенің жұмсақ болады. Қазір буға піскеннен кейін. Бісміллә деп омыртқасынан салайық мінекей. Омыртқасын салдық. Енді мына сүбесін саламыз. Енді қақпағын жабамыз. Бұл қайнайды. Сосын байқаймыз 2 сағат, 3 сағатта бұл бұлқылдап тұрып піседі. Мына 1 сағат міне жаптық, түгел салып. 1 сағаттасын екінші жағын аударамыз. 1,5 сағаттасын. 3 сағат болса, 1,5 сағат асты, қайтадан аударып 1,5 сағат. 3 сағат болса. Көреміз енді. Етіне белгілі ғой. Жұмсақ болғаны, не болғаны.
Міне етіміз қайнап жатыр. Енді нанын басып аламыз. Міне ұнымызды елеп алып келдік. Су, сосын суға тұз саламыз. Сосын бір жұмыртқа. Қатты қылып илейміз. Суға бір қасық тұз саламын. Араластырам, қазір тағы да құям, сосын суды аз болып баратса. Ұнымызды міне елеп әкелдік. Енді нанын басамыз. Міне бір жұмыртқа салам. Міне бір жұмыртқасын салдық. Енді су құйып нанымызды басамыз. Қатты қылып илейміз. Иін қандырып қоямыз. Езіліп кетпеу керек. Иін қандырып, қатты қылып илеу керек. Нанды басқанда иін қандырып қанша дегенмен неғып кетеді, иін қандыру керек. Иін қандырып қатты басу керек. Сонда нан езілмейді. Еттің наны болсын, салманың наны болсын, әдемілеп иін қандырып қатты басу керек. Сразу көрсеткізіп суды құймау керек, аз-аздан құйып отыру керек. Тұзды суды аз-аздан құйып отырса, сонда не қылады? Ал былай көрсеткізіп құйсаң, ол нан дұрыс болмайды, дұрыс шықпайды. Езіліп кетеді. Суды көп құйғасын. Шамалы құйып, басып отыр. Несін құйған сайын кішкентай басып отыру керек. Сразу құйып жүрсең, наның бір қылдап дұрыс не қылмай кетеді. Қанбай қалады. Жұмса не қылып кетеді, іркілдеп кетеді. Қаттығып не қылған сайын, қаттығып осылай басып отыру керек. Нанды көңілмен істеу керек. Нан дегенің сондай не нәрсе. Нанға ештеңе жетпейді. Осы нанның арқасы бәріміздің. Осы керемет болып жүргеніміз. Алла тағала нанымызды азайтпасын. Мінеки нанымызды илеп болдық. Мінеки енді иін қандырамыз. Мінеки бәрін етіп, енді иін қандырып, бұл осылай тұру керек. Иі қанады бұның. Енді бұл осылай иі қанып тұрады. Міне қақпағын жауып қоямыз. Иі қанып тұрады осылай. Болды. Міне 1,5 сағат тұрды. Ой, пісіп 1,5 сағат тұрды. Енді екінші жағына аударамыз. Екінші жағына аударамыз. Ананы аудар. Ой, мынау пісті. Ойбай, мынау пісті уже. Тұр. Пісті. Мына қатты шығар, мына қатты. Еще хочешь. Ой, мына пісті уже. Бұзы керемет. Тұр. Міне пісі білі. Ух ты. Керемет болып жатыр. Болды. Болжырап. Ойбай. Ақырын. Несі. Құйқас. Бұнда жопса бір қазір. Мынау совсем былқылдап тұрып пісіп жүрді. Мынаны аударылмай түсіп жатыр.
Mine kıykaсын qara. Kıyqasının mayın qara. Keremet. Oyбай, kıyqасы түсіп жатыр. Kıyqасы түсіп жатыр. Былжырап тұрып пісіпті, керемет. Масқара. Мә. Керемет піскен мінекей кıyqасы. Еті де түсіп жатыр. Сүйектер де міне түсіп жатыр. Той, масқара. Күшті. Ғажап. Ойбай, ет түсіп қалды. Міне нанымыз иғанды. Енді бұны ұсамыз. Mine жаңа сүреміз. Мінекей. Қасымен етімізме түсіп жатыр. Еті түсіп жатыр. Жұмсақ болып түсіп кеткен. Керемет болып піскен. Вау! Какая красивая. Керемет болып. Нарын дейді бұл. Андай лапшаны алды. Мама қайда? Қандай керемет. Шаз аға ағасының майы. Есін алып тастады, сосын етін жай турайсың. Иісі қандай? 3 сағатта парды. Тамаша. Тамаша. На пару. Қиқасымен қалай мін? Қалай? Қиқасымен қалай? Тамаша. Жаке. Жакеге берейік. Жаке. Қайда? Жаке. Қиқасымен. Дәмеліге де міне